Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Бұл ролигімізде күнәларымыздың кешірілуіне себеп болатын оп-оңай екі амал туралы айтатын боламыз. Себебі әрқайсымызда біліп те білмейді, ашықта жасырында, үлкенде кішілі істеген күнәларымыз жеткілікті. Олардың кешірілуіне себеп болатын амалдарды білу және оған амал ету аса маңызды. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллахтың разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай. Және де өтініш болсын, бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Алғашқы уақыттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям намаздан кейінгі Субханаллах, Альхамдулиллах және Аллаху Акбар деп істелетін тасбихтерді 10-10-нан істеуді үйреткен. Кейіннен екеуін 33-тен және біреуін 34 қылып толықтырған. Сол 10-10-нан үйреткен кездегі хадисте үлкен мағына жатыр. Соны айтып кеткен жөн болар. Хадистің мағынасы: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям мұсылманның бойында мына екі қасиет тұрақты түрде табылса, жәннатқа кірмей қоймайды. Ол екеуі де жеңіл, бірақ істейтіндер аз. Әрбір 5 уақыт намаздан кейін Субханаллах деп 10 рет, Альхамдулиллах деп 10 рет және Аллаху Акбар деп 10 рет айтатын болса, міне бұлардың барлығы 150 болады. Тілмен 150 рет айтылады, бірақ таразыда 1,5 мың болып есептелінеді. Және де жатар кезде Субханаллах деп 33 рет, Альхамдулиллах деп 33 рет және Аллаху Акбар деп 34 рет айтатын болса, барлығы 100 болады. Тілмен 100 рет айтылады, бірақ таразыда 1000 болып есептелінеді. Барлығын қосқанда 2,5 мың болады. Күніне адам 2,5 мың күнә жасамайтын шығар, дейді. Бауырлар, бұл екі оп-оңай амал күнәдан түк қалдырмайтын болып тұр, иншаалла. Бұл екі амалды үнемі қалдырмай істеп жүрейік, ерінбейік. Хадистің жалғасының мағынасы: осыны айтқан пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалям сахабалар сұрайды: «Я Аллах елшісі, оңай екен ғой, неге бұған амал ететіндер аз болады?» Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям: сендердің біреулерің намазға келгенде, намазын оқып болған соң бір қажеттері есіне түседі де, солай амалсыз қалып қояды. Сосын жатар кезде ұйқысы келіп, амал етпестен жатып қалады, деген. Аллах біздерді көп амал ететін құлдардан етсін. Өзіңіз ойлаңыз, бұл амалды істеуге қанша уақыт кетеді? Барлығын қосқанда 10 минут па? Мүмкін одан да аз болар. Және де жатар кездегі амалға ары барса 2 минут уақытымыз кетер. Бірақ қаншауларымыз телефон шұқып жатып, ұйықтап кетіп жатырмыз. Ойланатын нәрсе: осы нәрселерді істеп жүрмедіңіз? Төменге өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіз, насихат болсын. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.